10 тамыз күні туды деп жүргенде кім белгілеген? 1940 жылы Мұхтар Әуезов, Әрқам Ысқақов, Қайым Мұхамедханов үшеуі ақылдасып отырып, тасқа жаздырып, сол тасты арба мен Жидебайдың басындағы зиратқа қойған. Абайдың бүкіл тағдырына жауап беріп, жоғары деңгейде көтеріп отыратын мекемелер Абайдың туған күні 10 тамыз емес, 13 тамыз, 15 тамыз, 23 тамыз, 29 шілде деп әр сайын құбылтып келеді. Сол мекемелер осы Абай танумен айналысатын, Абайдың өмірімен айналысатын мекемелер, институттар, университеттер, Абай тану орталықтары осыны бір көкей қылып алып, біз жаңаша талдаймыз дейді.